соны ақша тігіп көтеріп алу керек болып жатыр. Ассалаумағалейкум, қалайсың досым? Уағалейкум, жақсы, өзің қалайсың досым? Шүкір, жақсы. Қайдан қайда кетіп барсың? Сол жұмысқа кетіп жатқан өзің жүрсің? Мен де сол ары бері майдашыда. Не жұмыс жасап жатсың? Сол біздікі майдашыда жұмыстар ғой. Өзіңде оқу, жұмыс қалай отыр? Тек қана оқу ғой, бізде жұмыс жоқ. Жұмыс бар ма? Жұмыс жасап үйге сәл көмек болсын. Жұмыс қазір тоқтап қалған ғой. Терлеп ешкім жұмыс істегісі келмейді ғой. Қазір букмекер деген бар, соны крупный ақша тіксең жақсы. Крупный ақша ұстайсың ғой сразу ше. Соны көтерсең болады жалпы. Жоқ, ондай букмекер онда ұстап керек емес. Кәдімгі жұмыс жоқ па? Еңбектермен жасап ақша табады. Енді көресің ғой досым, қазір соны ұтқайды. Болды онда. Қазір хабарласамыз онда досым. Жұмыс болса айтасың ба? Болды, жақсы. Алло? Балам, сабағың қалай? Оқуыңа барып жүрсің бе? Анашым, ойындамаңыз. Бәрі жақсы. Бәрі жұмыс ғой. Айтпақшы, кеше үй иесі звондаған. Пәтердің ақшасын сұрап жатыр. Қоя берші, оны өзім төлеймін. Мынаны 6 ай жүріп, табанақы маңдай терімен жинағамын ақшам. Мынаны тура оқуыңа барып төле, түсіндің ғой, жоғалтып алма. Жарайды анашым, рахмет, түсіндім. Бұйырса, аз ғана уақыт қалды оқуымды бітіруге де. Жаным, сол шай ішейік. Жоқ. Ай, құдай, қымбатшылық деген осы. Азық-түлік те қымбат, бәрі де қымбаттады. Сессияң бастала ма? Басталып қалды. Аз ғана уақыт қалды. Құдай қаласа, ақшаңды төлейсің, кіргізеді ғой. Ішіп ал, сабағынан кешігесің. Мен де жұмыстан кешігем. Жеші, шоғы. Досым, кешегі сессияны не қылдың? Сессияны жабамадым сол. Соны жабу көріп көптір. Мен әлі оқуын ақшасын да төлемін. Бұйырса соны жабу көріп еді. Өзің істен? Ой, мен кеше апайға барып жауып тастағансың ғой. Сендер көтір, оп-оңай тез жауып тастай саласыңдар, енді сіз қайда барасың? Сол жұмысқа барам, өзің қайда жол тап. Оқу жүр, жұмыс істеп көресіңдер, жұмыс бар ма, бірақ жұмыс істеп көріп. Досым, өзім ағаларыма айтып зорға жұмысқа кірдім. Бір ауыз сөйлесіп көрейін. Сөйлесіп көрсең, досым, жұмыс істеп көріп. Жарайды, онда жауапқан. Болды. Хабар күтемін, Мұрат. Айтасың ғой? Жақсы. Жұмыс деген қалды ғой досым өзі. Қазір букмекер, солар бар ғой, сол букмекерге жақсы ақша салып, крупный ақша салсаң болады досым, егер асық ұстау болса сағанша. Алло? Қалайсың, Аян? Жақсы. Досым өткенде бір ақша табудың жолы бар деп едің ғой? Сол бір ақшаны ставка тігіп көбейтіп алу керек еді. Соны үйретем деп едің ғой сен? Көбірек ақша алсақ деген. Менде қазір оқудың ақшасы бар да, соны апарып тігіп көбейтіп аламыз ба? Көбейтеміз ғой, пайымдамады ол жағын. Көрсетем ғой саған. Бұл оны мекен-жай жойып қойшы, мен саған барып қалған қазір. Келіп қоямын досым. Жақсы. Үйге барып киініп шығам, Иә. Жақсы. Яғни қалып барады ғой, неге дым жүгіре алмайды, неге оған тіктің? Досым уайымдашы, мен білем ғой. Алдыға шығады, жеңет гарантия берем. Білем дейсің, қалып барады ғой. Қара, мен гарантия берем. Жедет. Давай, жүгір. Досым, қара біз алдыға шығады. Қара, досым. Жүгір, досым. Алдыға шығады, қара. Қара, шығады. Жетіп қол, досым. Кеп қол. Көрмесің, гарантия. Жеңді. Мен саған гарантия бердім ғой, әні.
Досым, футбол ойнап тағы ұтамыз. Қойшы. Жоқ, досым, сен өзің басқарамай тұрсың, сабыр. Бұл ақшаны жарайдық та үйге қайтайық болды, досым. Қой кет. Тоқтамыз, қайдағы қайтқан? Жаңа ұттық қой, тағы бір ұтамыз. Қойшы футболды. Жоқ, досым, ақшаны ал, сен үйіңе қайт, ата-анаңа бер, оқуын жап, қарызың жап, не аласың, жүр кеттік. Қойшы, досым, мен сен тыңдадың ба? Мен тыңда. Бір отыр, қос жемес. Ойнаймыз. Досым, өзің көр енді. Ана келе жатыр ғана. Аутқа шыққыз дұрыс болар еді. Айттым айтқам, тыңдамайсың ба жаңа? Жеңілдік қой. Басым ай. Басым ай. Енді істеймін жеңілдік. Досым, қалайсың? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Жақсы, досым, қайдасың? Жұмыстармен жүреді? Тыныштық па? Досым, шұғыл көмегің қажет болып тұр. Қатты қырыққа тіреліп тұрмын, досым. Тыныштық па, не қылды? Қаржы жағынан көмек бере аласың ба? Қатты қырыққа тіреліп тұрмын, досым. Кейін түсіндіремін саған. Жаңа ғана құртып қойғам ақшамды. Ренжімеш? Досым, тауып бере алмайсың ба? Жоқ, қазір құртып қойдым ше. Жақсы. Досым, қалайсың? Шүкір, жақсы, аман үшін өзің қалайсың? Шүкір, жақсы, досым. Маған көмегің керек көп тұр шұғыл. Қандай көмек? Досым, қаржылай көмектесе аласың ба? Қатты қырықта тіреліп тұрмын қазір. Жоқ, досым, қазір бір тиын ақша жоқ, өзімде де бір тиын болмай тұр. Тауып бере аласың ба? Бір өмірі сұрап тауып берші. Жоқ, досым, қазір ешкім бермейді ғой ақша. Жақсы. Серік аға. Алло, қалайсыз Серік аға? Кім екен бұл? Аға, мен Нұрсұлтан ғой, әніңіз. Нұрсұлтан? Аха. Қалайсың Нұрсұлтан? Жақсы аға. Серік аға, қайдасыз қазір? Мен үйдемін. Қазір үйде болсаңыз барып қайтсам ақылдасатын мәселе болып тұрған еді. Тыныштық па? Шұғыл мәселе болып тұрған еді, сол жаққа барғанда айтсам өзіңізге. Жарайды, үйдемін, иә, келе ғой. Жақсы аға, қазір барам. Ассалаумағалейкум аға, қалыңыз қалай? Уалейкумассалам, қалайсың Нұрсұлтан? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жүр төрлет. Аға, ренжімесеңіз асығып тұрғаным, мәселемді айта берейінші. Өй, асықпа, не болды, алқынып тұрсың ғой. Жүр, мына жаққа шығып, жеңгең чайын ішіп отырып, сөйлесем, жүр, шеш аяғыңды. Аға, ренжімеңізші, қатты қырыққа тіреліп тұрмын. Көмегіңіз қажет болып тұр аға. Не болды соншама? Қаржылай көмегіңіз қажет болып тұр аға. Өй, қаржылай көмек болғанда қанша керек ол? Аға, 1 миллионда қаржы керек болып тұр. 1 миллион? Иә аға, қайтарып берем, уайымдамаңызшы. Өй, 1 миллион деген өте көп сома ғой ол. Білем аға, көмегіңіз қатты керек болып тұр, көмектеспесеңіз болмайын деп тұр. Нұрсұлтан, менде ақша жоқ емес, бар менде. Егер ақша жоқ десем өтірік айтқан болам. Мына үйдің ипотекасын төлеймін деп жинап отқан ақшам бар. Бірақ ол ақшаны мен саған бере алмаймын. Ол ақшаны беріп сен қайтара алмай қалатын болсаң, мен бала-шағамен қайқа барам. Ипотека деген қарамайды, ол қуып шығады. Қанша уақыт бар сіздерде? Қашан төлеуің керексіз? Міне ол аптаның соңында төлеуім керекпін. Мен оны төлемейтін болсам, мен үйден шығарып жібереді. Бала-шағамен қайқа барам, мен қаңқып қалам ғой. 1 апта уақыт бар екен ғой. 1 аптада қойып берем сізге. Жоқ, Нұрсұлтан, сен өзің буынсыз жерден пышақ салады екенсің. Бұл ақшаны мен саған беретін болсам, сен егер қайтарамай қалатын болсаң, бала-шағамен ипотека ол қарамайды. Қуып шығады, соңғы мен қайқа барам, қаңқып қайқа барам мен бала-шағамен. Тауып берем аға, уайымдамаңызшы, маған сеніңізші, туралап берем, қатты қырыққа тіреліп тұрмын қазір. Өй, сен де қоймайды екенсің, ә?
бері тұрыңызшы аға, көмегіңіз керек болып тұр. Ай, сен адамды қинадың ғой. Нұрсұлтан, жарайды, мен ол ақшаны бере тұрайын. Бірақ бір аптадан кешіктіретін болсаң, сен мені құртасың, түсіндің ба? Түсіндім аға. Кешіктірмей әкеп бер. Болды, кешіктірмеймін. Не деген адамсың тек? Мына жерде тура 1 миллион теңге. Мен тағы айтам саған. Аптаның соңында мен төлем керекпін. Мынау үйдің ипотекасына жинап отқан ақша. Тағы да ескертем. Егер мынаны уақытында қайтарып бермейтін болсаң, бізді үйден қуып шығады, түсіндің ба? Қарамайды ипотека деген ол. Болды аға, түсіндім. Қайтарып беремін сізге. Рахмет көп-көп. Рахмет көп-көп. Қайтарып беремін. Уайымдамаңыз. Көп-көп рахмет аға. Жақсы, давай. Рахмет. Не болып кетті мынау? Бірдеңеге ұрынған ғой деймін, мынау тұр жаман. Мына үйдің ипотекасын төлеймін деп жинап отқан ақшам бар. Бірақ бір аптадан кешіктіретін болсаң, сен мені құртасың, түсіндің ба? Нұрсұлтан балам, тұр, сабағыңа кешігесін. Шайыңды дайындап қойдым. Мен жұмысқа кеттім. Саламатсыз ба? Маған тігіп жіберіңізші. Ай, жарайсың. Ай, жарайсың. Ай, қап.
Бас. Деп. Ей! Ұста. Ей, ұста. Ей, ұста. Ей, жолға. Ей. Не істедім. Көзіңе қарап жүрмейсің ба? Ажалыңнан 3 күн бұрын өлейін деп жүрсің ба? Таңғаламай адамдарға қазір бар ғой. Құрметті оқырмандар, мен жасағанды ешқашан жасамаңыздар. Құмар ойындарға ойнап, соларға кіріп кетіп, соны ұтылып, оның шырмауынан шығу үшін қаншама адамдарды алдадым. Анамның алтындан ұрлауға тура келді. Адамдарды алдап ақша алдым. Енді өрмекшінің торына қамалып тұрмын. Қазір жоғарғы этаждан секірге тура келіп тұр. Көшедегі жарнамаларға алданбаңыздаршы. Көшеде ілініп тұрған ойындар туралы жарнамаларға алданбаңыздаршы. Алданбаңыздар. И воды купить, и там посмотрим, сориентируемся. Ну, давай зайдем. Ага. Что такое? Эй, ты что делаешь? Мынаны 6 ай жүріп, табан ақы маңдай терімен жинағам ақшам. Міне аптаның соңында төлем керек. Соған төлеймін деп жинап отқан ақша бар. Мен оны төлемейтін болсам, мен үйден шығарып жібереді. Бала шағамен қайқа барамын, мен қаңғып қаламын. Ой, не смотри, надо! Кто-то кричит. Вызывай полицию. Полицию вызови. Ой, Господи, падает. Не болып жатыр. жылы деректерге сәйкес 3676 суицид фактісі жасалған. Оның әрбір 5-шісі құмар ойындарын ойнайтын адам жасаған. Мен өзімнің парақшамда біраз жылдан бері осы мәселені көтеріп жүрмін. Кешегі күннің өзінде 2000-ға жуық хат келді. 2000-ға жуық хаттың 1000-нан астамы
осы өз-өзіне қол жұмсағандардың туыстары, жақындары, достары. Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша соңғы 3 жылда құмар ойындарының қызметтерінің көлемі 1 триллион теңгеден асты. Осылайша соңғы 3 жылда біздің азаматтар құмар ойындарына 1 триллион теңгеден астам қаражатты жұмсады. Бұл алаңдаушылық туғызатын жағдай. Өткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы лудоманияны ауру деп таныған болатын. Ал халықта бұл ауруды жанның қатер ісігі деп атап кеткен. Себебі бұның емі жоқ.